Ол жігіттер осында бізде жұмыс істейді жақында. Екі түрлі немене бар. Бізде анда үлкен хостел бар. Онда бір 100-ге жуық адамдар жатады. Қазақстаннан келіп осы жерде кәсіп жасаймын деп үйренуге, оқуға келген адамдар. Хостелде күні 1500 теңге қонғаны. Барлық жағдай жасалған қаланың жоғары жағында. Бірақ мен оларға қырандар мұзбалақ мекені деп қойдым ұлымызға. Шыны керек, осында келгендер өзін-өзі алып жүретін пысық, еңбек сүйгіш, тер келмейді. Жастарда көбінесе ата-аналар жібереді. Енді осындай бір қатал тәртіп бар екен, әскери тәртіп. Сол жерде сол талапқа бағынсын деп. Өйткені көп жағдайда балалар әке-шешесін тыңдай бермейді, әке-шешесі баласына батырып айта алмайды. Бірақ біз айтамыз. Енді бұл жерге келгеннен кейін арт жаққа көпірін жағып келсін. Сүйегі сенікі, еті менікі. Мен енді оны ұрмаймын, соқпаймын, өтірік айт, кісі ақысын же, ұрлық жаса, арақ іш, темекі тарт деп айтпаймын. Екі ақ нәрсе. Біреуі таңертең ерте тұру керек болады, тәртіп. Мен келесі жолы 60 күн солармен бірге сол жатақханада бірге тұрайын деп отырмын. Енді біз өзіміз жатып, диванда жатып оған бірдеңке деп айтпаймыз. Сол таңертең ерте тұру керек. Кешке уақытында жату керек. Сағат 10-нан кейін шам өшеді, есік жабылады. Олар басында келісті осы. Сөйтіп келісіп, келісімшарт ата-анасымен сөйтіп алып келеміз. Содан кейін басында әрине айтуға оңай ғой, құлшыныс. Я келеміз, істейміз дейді. Бір күн, екі күннен кейін жел шыға бастайды. Содан кейін енді қараңыз, 4 жыл университет оқиды, 2 жыл магистратура оқиды. Соның өзінде мысалы Қазақстанда мысалы дұрыс жағдайда өмір сүру үшін бір 200-300 мың теңге аздық етеді. Әсіресе мына қалаларда. Өйткені тамағы бар, киімі бар, ата-анасы бар, қонағы бар, ауырады деген сияқты. Және де көбінің баспанасы жоқ. Үй алу керек қой. 200-300 мың теңге сенің, мысалы 200 мың теңге тапсаң, сенің күнделікті өміріңе кетіп қалады да, сен ана баспана алу, көлік алу деген ол қиял болып қалады. Сондықтан 2 айдың ішінде соларды кемінде 1 миллион теңге табатындай табысқа жеткізу үшін оларды күніне 16 сағат істету керек. Және оны әдетке айналдыру керек. Соңғы мен айтам, талай рет келем, осы жерде мен төмен жақта тұрам, 5 шақырымнан артық. Таңертең жүгірем мен. Мен енді 365 күн 5-те тұрам. Өйткені қазақ айтады, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деп. Ауызбен айтамыз, бірақ ешкім оны істемейді. Қу сөз, ауызбен айтамыз. Соңғы айтам, айналайындар, келдіңдер ме? Егер үйрете алмасам, саған істете алмасам, саған ақша табуды, өзіңді өзің жанын бағу, онда маған серт. Ал істей алмасаң, саған серт. Былай айтам, қайтуға жол жоқ. Қайтатын болсаң, тастап кететін болсаң, мен келісеміз. Аламанға өздерінен аузынан жазып аламын мен, олар өзі айтады. Өздері серт береді. Егер мен осы жерден желім шығып, тастап қашып кетсем, аламанға тұлпармын деп келген көтерем атпын. Сөйтіп Ахметбек ағаның инстаграмына әлеуметтік желіге шығуға келісімді беремін деп хат береді. Сөйтіп қол алысамыз. Еркекше, енді әйелдер бар, олармен де қол алысамыз, болды. Содан кейін мен ана жақтан жүгіріп келем неменеге, кейде 5 шақырым өрге қарай. Келсең, бір аптадан кейін ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатыр. Енді сағат мен 5-те тұрып жуынып шайынып өйткен 6-6:30-да келсем, одан кейін айтам, мен мыналарың не? Басында адамша айтасың. Мыналарың не енді сендер? Келдіңдер, сендер мені масқара қыласыңдар. Өйткені бұл менің мектебім, менің тәртібім. Қол қойылды. Содан кейін келгенде айтасыңдар, бардық, ештеңе табыс таппадық. Содан кейін ата-аналарыңа мен қалай айтам? Бетіне не деп қараймын? Сендерге жас балалар бар. Содан кейін ертең сендер өсек айтасыңдар. Мысалы мен, сен чемпион, әлем чемпионы болғың келеді, республика чемпионы болғың келеді, жүгіруден, штангыден, бірдеңкеден. Мен сен үшін турникке тартылып жүгірмеймін ғой. Сен істемесең, мен не істеймін саған? Бір айтасың, екі айтасың, содан кейін амалсыз мен неменеге шығар айтам. Енді масқара боласыңдар. Мен сені бүкіл халыққа жариялаймын, соны айтам, әдейі таргетинг жасаймын, сенің класстасың көретіндей, әке-шешең көретіндей, туысқаның көретіндей. Иә дейді, содан кейін тағы істемейді. Соны мен шығардым бір-екі рет. Үлкен шум болды. Кейбіреулер былай қоқан-лоқы жасады, үйтеміз, бүйтеміз. Мен істедім, жасайтын жасап ал. Мен айттым ба, мен айтқанды істеймін. Неге деген кезде мен олардың қыран құс болып шыққанын қалаймын. Айттым, бұл тауық құр емес. Аспанда қыран құс, ол жұмыс істеп жүрмін деп ойламайды. Оның өмірі, еңбек өмірі мәні, өмірінің мәні еңбек болуға. Өз тамағын тауып жеу керек, бала шағасын асырау керек, ата-анасы кәртегісі бағу керек.
осындай болып шыққанын қалаймын. Еңбек істеу әдетке айналу керек. Кейде мен түстен кейін келемін. Түстен кейін келсең тағы да ұйықтап жатады. Сонда енді қалай енді өткен жолы мен барып айттым, неге қазір енді бір айдай уақыт, 2 апта 3 апта өткен кезде бәрі табысқа шығуға тиіс. Мен технологиям бар. Содан кейін маған ішінде сардар бар бізде. 10 басы бар, 100 басы бар, одан кейін сардар бар. Сардар келіп құлағыма шыбырлайды. Аға, бұлар ана жарнамаға ақша беріп, кәсіп жасамақ тұрмақ, нанға ақшасы жоқ дейді. Содан кейін бұл не деген сұмдық? Қойшы, 2 күн тамақ ішпегендер бар дейді. Содан кейін оларға тегін тамақ ішкіземін. Мында асхана бар, айттым. Аспазға айттым, тегін тамақ бер, неменеге қол қойып ішсін. Содан айтам, айналайын, Алматыға бар да жұмыс істе. Қара жұмыс істесең, күніне 10 мың теңге табасың. 2 күнде 20 мың теңге табасың, былай жетеді. 20 мың теңге әкел, мен мына жарнама жасайсың да, ұйғырлар, дүнгендер тауып жатыр ғой, қырып тауып жатыр, істейсің. Мөлиіп отырады. Содан кейін күн мен амалсыз, қазір мен видео беремін, салып қоясың. Айттым, сендермен бірге барып, мына сүңгу деген технология шығардым. Енді мен шындығында да 90 жылдан бері кәсіптемін, халықтың қандай жағдай екенін білмейсің ғой, сыртынан қарап. Мысалы, сенің асқазаның ауырып тұр ма, жүрегің ауырып тұр ма, ұстамасаң білмейсің. Содан кейін мен өзім жасағым айттым. Давай осылармен бірге барайық та, қолымызға күрек алып жұмыс істейік, көрсетейік. Ал мен шықсам мені көп танып қояды адамдар. Әсіресе шегіртке деген халық көшеде бәрі таниды. Содан кейін амалсыз театрдан адам шақырттым, сақал жапсырдым. Сақал, мұрт жапсырдым, көзілдірік кидім. Айттым, жүріңдер, кімде көк тиын ақшасы жоқ? Бір 40-тай адам жиналды. 21 ғасырда біреулер, басқұлттар, түркі бар, ұйғыры бар, кәрісі бар, орысы бар, дүнгені бар, шаған, жалпағынан басып шылқамай қуат жүрген кезде ашаршылық. Ашаршылық, енді нанға жейтін нанға тамағы жоқ болса. Ертең ол ауырмай ма, әкесі ауырмай ма, шешесі ауырмай ма, не істейді? Сұмдық қой. Қанша ақшасы жоқ деп едім, біреулер үй алды, қалғандай 40-тай біз одан кейін бөліндік. Бригада бөліндік. Содан кейін хабарластық, бір жерге айтты, бір траншей қазу керек, бір топырақ шығару керек, есік алдын тазалау керек деген сияқты жұмыстар. Содан кейін мен солармен бірге автобусқа отырып, 2 автобусқа отырып, халықпен бірге бардым. Содан кейін бір жерде біреулер алды айтты, ана жерге барып, бір жерден траншей қазу керек, бір темір бетон заводының ішінде. Сол жерге барып, мен солармен бірге күрекпен жұмыс істедім. 7,5 мың теңгенің ақша таптық қолымызға. Содан кейін келіп отырдық. Отырғаннан кейін айтты, енді мына 7,5 мың теңгені неменеге айттым, тамақ жеуге хақың жоқ. 100 теңгеге нан аласың, қара шай, нан өлмейсің. 2 күн, 3 күн. Мен өзім бала кезде сөзден еткем. Енді мына 7,5 мың теңгені 75 мың теңге қылу керек. Содан 75 мың теңгені 200 мың теңге қылу керек. Оны қолмен істеп қыла алмайсың. Отырып, қалай жарнама жасау керек, қалай бизнес жасау керек, соларға мен солай сөйтіп көрсеттім. Сүңгу дейді. Содан кейін айтқам, сендер қатынасыңдар Асқан Тұлғаға 60 күн бойы тегін. Содан кейін таңертең жүгіріңдер. Келістік па? Келістік. Сағат 7-тегі сабақты қарайсыңдар, мен содан кейін есте жазасыңдар. Миды қалай пайдалану керек? Нейробиология. Бұл Стэнфорд университетінің, Калифорния университетінің, Гарвард университетінің профессорларының еңбегі өте күрделі. Соны мен қазақшалап, өте қарапайым тілмен жеткізіп берем. Басқа жақтан қатынасқандар, үлкен адамдардың бәрі айтады. Өткен ризашылығын білдіріп жатады. Содан кейін мына жерде тегін жататын жер бар, барып түсірсең де болады. Астында спорт зал, үстінде жатады. Сату бөлімінде жұмыс істейді жігіттер. Кеше мен алдың күн осыны түсіретін кезде, марафоннан кейін 1 күн демалдым, 2 күн демалдым да, онан кейін таңертең қасында көмекшім бар. 5 шақырым жүгірдім. Содан кейін айттым, сен көлік айдап келе бер, мен офисқа жаяу жүгіріп барып келейін. Барайын. Енді тағы да кішкене жүгіргім келіп тұр да. Мен өзім 61 жасыма 61 шақырым жүгірсем деген алдыма мақсат қойдым келесі жылы. Сынақ, тоқтамай 61 шақырым. Марафондан да ұзақ. Қазақтың марафонын аламан деген. Соған дайындалайын деп осында жүгіріп келдім. Мен жотаға қарай. Жүгіріп келдім де кіре салайын деп сағат 7-те кірсем, түгел бақып ұйықтап жатыр. Жап-жас жігіттер. Бір емес, 10-20 рет айтқаннан кейін, және уәде келескенбіз айтты, немене? Не жаты сен? Ахмет Байтұрсынның неменесі бар ғой енді. Қанған жоқ па, әлі ұйқың, ұйықтайтын бар не сиқың деп. Ұйықтайтын бар не сиқың, сенікі түгел 4 құбылаң түгел болып тұрса, жатып ұйықтайтын. Кеше қырып тастадым, істедім, міне деген сияқты да. Не білім жоқ, не табыс жоқ, не тамақ жоқ, не ұйқы бұл енді.
енді мені қазір бұрынғы заманда шал дейтін ғой, енді 60-тан асқаннан кейін шал дейді, ақсақал дейді. Егер мен жатсам, басқадай әңгіме болса, онда әңгіме басқа ғой. Әңгіме айтып отырсам, мен қу сөзді қуырып, алдарыңда кеше ғана марафон жүгіріп келдім, мен бүгін 10 шақырым жүгіріп келдім. Не жатырсыңдар енді? Соң айтам, сағат 5-те тұрғанда не істейміз дейді. Енді 6-та тұр. Егер сен таңертең 5-6-та тұрғанда не істейтінін білмесең, онда айтам, онда сенің өмірге бос қойған адамсың. Онда сенің бір-ақ пайдаң бар. Ана жердің жоғары қабатына тың айтқыш болу. Айтатын жер міне. Міне спортзал. Міне компьютер. Түгел жағдай. Алда істе просто, оқып. Міне сабақ түгел дайындап қойған. Ана сату бөлімдерін түгел сабақтарын сатып алып беріп қойыз. Сол кезде көз былшық-былшық қойып ұйықтап алса, оған сүмелек демегенде не деп айтасың енді? Қатты емес па ол? Енді ол жұмсақ негізі. Жұмсақ. Мен әкем, мысалы 15 бала өсірді, осылай тәрбиелеген, содан соған өте ризамын. Мен 5-6 жасымыздан аттың үстінде есік алдында қара көріп, бірден көрсем, жанды қуыршақ, неме шірік деп сөйтіп тәрбиеледі. Содан қанша қиыншылық көрдім мен. Әскерде де, мысалы, кәсібімді тартып алып Қытайда жүрдім. Шексіз алғысым. Сондай мынадай қатал тәрбиеден шыққаныма. Олар да сізге рахмет айтады деп ойлайсыз ғой. Енді жаңағы Фейсбуктағы көсемдер айтып отырғандар да, мен айтам, аламанға келсін. Бұл аламан нағыз, жан алып жан берісетін аламан. Мен шыңдап шығарам, оларды қыраңғып шығарам да. Солар бір күн келмейді ғой, сырттан диванда жатып алып, өзі түк істеген жоқ. Сол компьютерде отырып алып, бүйтіп отыр айтады, қарны қабақтай, қарны қабақтай, бұты аяқтай болып. Бұлар 100% алғыс айтады. Ата-анасы да өздері де алғыс айтады. Ал видеоны неге өшіріп тастадыңыз аға? Сол енді өшіріп тастағанда сол басталды баяғы. Ойбай анау, ойбай мынау. Соң енді қойшы дедім. Және соның ішінде бір дұрыс азамат болды. Соның ішінде бір дұрыс азамат болды. Ол сол күні айтады, кеше жүгіргем, шаршағам аға деді. Соның көңіл үшін алып тастадым шындығында. Екіншісі, қойшы дедім, осы көпшілікпен алысып қайтем. Өз тірлігімді өзім істей берейін деп. Негізгі адамды қозғайтын екі-ақ күш бар. Адам дейміз, кез келген жан иесін қозғайтын екі-ақ күш бар. Бұл енді психология, нейробиологияда не адам бірдеңкеге ұмтылғанда рахат алуға. Көлік алсам, үй алсам, ата-анама бір жақсылық жасасам, әлемді араласам, осылай жұмыс істеп, биікке жетсем деген кезде адам ұмтылады. Болмаса жақсы тамақ. Бір ойынды жақсы көрген кезде шаршап жатқан адам, мысалы, доп ойнаған жақсы көрген адам, жұмыс істе деген бүйтіп жатады да, анау дегенде ұмтылады, соны рахат алу үшін. Екіншісі қорыққаннан ұмтылады. Қорыққан кезде ұмтылады. Бұнда келгенде осы екеуін қолданамын. Бірақ өкінішке қарай бізде бір 10% жаңағы мақсат, арман мақсат 10% қорғайды. Өйткені келген кезде бәрін арман мақсат жазған. 2 айдың ішінде осынша табыс табамын, өмірімде осылай ата-анама ең бірінші айтамын. Ата-анамды курортқа жіберемін, жақсы бір көлік алып беремін, анама жақсылық жасайын түгел жазасың. Ол бірақ пішік. Мүлде жұмыс істемейді. Соң кейін амалсыз қорқыту қалады. Қорыққанда енді біз сабауға рұқсат жоқ. Біреудің баласы қол жұмсауға рұқсат жоқ. Басқа не істейсің? Тек қана масқара қылу. Қорқады адам масқара болудан, ұяттан, осы әлеуметтік желіден. Бір-екеуі шығады, қалғандар жымдай болады, істейді. Менің жұмысын істеп жатқан жоқ, сол тапқан табыстан маған көк тиын ақша бермейді. Өз үшін, ата-анасы үшін. Сондықтан қазақта қарапайым сөз бар, аясаң аяма деген. Баяғыда бір әңгіме естіген, бір кісі күріш егеді екен де 2 гектар жерге. Ана кішкентай балаларды таңның атысы, күннің батысы, менің әкем сияқты жұмысқа салады екен. Арқа етін арқа, борбай етін бор шағып. Сонда туыстар, көршілер айтады екен, ақшадан өлдің ба, балаларды аямайсың ба деп. Сонда айтады, мен күріш өсіріп жатқан жоқпын. Мен адам өсіріп жатырмын деп. Бала өсіріп жатырмын деп. Сондықтан мен ақша тауып кәсіп жасап жатқан жоқпын. Мен қырандарды адам өсіріп жатырмын.